маңызды көпшілік салтанаттануына қызметкерлер мен оқушылар сапқа қосылды. Өкінішке орай, тәуелсіздік жылдары Алматы полициясында 83 қызметкер қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тауып, олардың 37-сі қанды қол қылмыскерлердің қолынан мерт болды. Олар өздерінің барлық жоспарлары мен үміттерін іске асыра алмай, бейбіт уақытта халқы мен отаны үшін өз өмірлерін қиды. Олардың барлығы отан алдындағы борышын адал орындады. Әріптестеріміздің ерлігі мен батырлығы құрметке лайық, және еліміздің болашағы үшін қызметте жүрген барлық полицейлерге үлгі. Ешкімде іштен батыр болып тумайды. Батырлықта мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деген қазақ халқының ұлы тұлғаларының бірі батыр Бауыржан Момышұлы атамыз. Олай болса, құрметті менің жас достарым, еліміздің болашағы өскелең ұрпақ, яғни мына сіздердің қолдарыңызда. Осыны әрқашан естен шығармаңыздар. Сотрудники полиции работают круглосуточно, чтобы обеспечить общественную безопасность, общественный порядок. Они первыми приходят на помощь, когда кто-то в ней нуждается в помощи и поддержке, и последними уходят, убедившись, когда угроза миновала. Жұмыста қырағы болды. Коллективпен сондай өте күшті қарым-қатынаста болды. Батырдың есімі ел есінде деп айтады ғой. Сіздерге алғысым шексіз. Үлкен рахмет.